Москваның села топқа бірігіп алайық. Бірінші мына QR кодқа келеміз. Топқаларыңды ашып, осы арқылы топқа біргейік. Топқа бірігу, балдар мына жерге қойып қояйық. Сөйтемізді үш тобымызға дыбыс, жаңғырық, акустикалық резонанс. Әркім қай топта орнына жайғаса қояды. Керталарды сарып алыңдар. Әркім өзінің бөлінген тобына жайғаса қойды. 5 жылдамырақ уақытымыз кетіп қалады. Бола қойыңдар. Алдым. Лента тауып ленталарын әдемілеп тағындар, видеоға түсесіңдер. Жаңаның астына аламыз. Ал, олықпас, камералан бола қой. Ал, балдар, бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы параграф 30, дыбыстың сипаттамалары, жаңғырық дегеніміз не? Акустикалық резонанс екен, балдар. Сабағымыздың мақсаты дыбыстың пайда болуы және таралу шарттарын атау, дыбыс сипаттамаларын дыбыс толқындардың жиілігі мен амплитудасы мен сәйкестендіру, резонанстың пайда болу шарттарын атау және оның қолдануына мысалдар келтіру, жарқылықтың пайда болу табиғаты және оның қолдану әдістерін сипаттау. Табиғатта техникада ультрадыбыс пен инфрадыбыстарға мысалдар келтіру балдар. Міне біздің мақсатымыз, осы мақсатқа жету үшін бүгінгі сабағымыз бастайық. Ең бірінші бастамас бұрын балдар, біз мына ұяшық әдіс арқылы балдар біз үй тапсырмасын пысықтап алайық. Әрбір ұяшықта өткен тақырыптардың сұрақтары бар. Әрбір ұяшықта аша отырып, үй тапсырмасын пысықтайық. Қай ұяшықта ашайық балдар? Қайсынан бастайық? Үшті ашайықшы. Механикалық жұмыс дегеніміз не екен? Балдар, кім айтады? Кәні? Ал, Жамилат айтау. Кім айтады? Айтау бай. Механикалық жұмыс дегеніміз уақыт өте келетін дененің басқа денелерге қатысты өзгеру. Формуласын ауыз айта ғой. Өте Жұмыстың формуласы қандай еді? А-тен неменені көбейту? F көбейту. Ернұр айта қойшы. А-тен F көбейтілген, S көбейтілген Сайынға еді, я? Өлшембірлі қандай еді? Жоқ еді, дұрыс. Мақыл, айынға балдар не дейін, балмен бағалап отырармын. Мына жасылда балдар біз кете бастап қойдық. 3 бал. Одан кейін сарыда 2 бал. Одан кейін мынау қызылда 1 балдан беріп отырамын. Барлығымыз балды жинап, сабақтың соңында мен бағалап отырамын. Айынға, тоқтайды айынға. Айын толық жауап бермеді, Ернұрға міне бал. Ал енді балдар арғарай. Одан кейін ұяшықты ашамыз. Қай ұяшықты ашамыз? 8 ашамыз. Тербелмелі қозғалыс дегеніміз не екен? Айта қойшы. уақыт өтуімен периодты түрде қайталанып отыратын қозғалыс тербелмелі қозғалыс деп аталады. Тербелмелі қозғалыстың 2 түрі бар, ол еркін және еріксіз тербелістер. Периодты түрде сыртқы күштердің әсерімен қозғалатын тербеліс, ол кезде еріксіз тербеліс деп аталады. Ал дене тепе-теңдік күйінен ауып қалған кезде ішкі жүйеде ішкі тербелістер арқылы қозғалған кезде ол кезде еркін тербелістер деп аталады. Дұрыс. Дұрыс па жауабы балдар? Дұрыс. Жақсы, жарайсың. Міне. Айша, одан кейін ұяшықты ашайық. Бірді ашайық. Толқындық қозғалыстың формуласы екен. Кәні, Рабиға айта қойшы. Толқындық қозғалыс дегені жалпы тербелмелі қозғалыстың серпімді ортада серпімді ортада таралу құбылысы, оның 2 түрі болады. Болық және көлденең толқын. Болық дегеніміз ол орта көрсеткіштердің тербелісі толқынның таралу бағыты бойымен жүрсе, ал көлденең толқынның есе перпендикуляр жүреді. Формуласын сұрап тұр. Формуласы бұл жерде жылдамдықты периодқа көбейтеміз, иә? Толқындық қозғалыс. Міне, жарайсың жауабы. Ұзат жібере қойыңдар. Одан кейін ұяшықта шағаяқтар ұзатай. Электромагниттік толқындар. Қалай, балғын. Электромагниттік толқындар, электромагниттік өрт тербелісінің кеңістікте таралу құбылысын айтамыз. Яғни бұл электромагниттік
тең 2π простой L көбейтілген болып шығады. L бөлінген L көбейтілген дұрыс, жарайсың. Ал одан кейін жарайсың. Балымызды жинап отырайық балдар. Одан кейін математикалық ал Сабина айтады. Математикалық маятник дегеніміз бұл яғни үзілмейтін созылмайтын жіңішке жіктелінген ауыр шарт айтамыз. Оның формуласын келер болсақ, Т тең 2π көбейтілген түбірасы L бөлінген G. L бөлінген G. G-дің мәні қаншаға тең екен тұрақты жама? 9/8 немесе 10 деп алып жарайсың. Сабина, арқадай тағы яшыңыз қалды ма? Бүкіл әлемдік тартылыс саны, өткен тақырыптың сұрақтары. Бүкіл әлемдік тартылыс саны кім айтады тағы? Ал Жамболат ака қойшы. Бүкіл әлемге өзінің билігін жүргізіп отыратын тартылыс саны бүкіл әлемнің тартылыс саны дейміз. Және барлық терминдердің бір-біріне массалардың көбейтіндісіне пропорционал денелердің массалардың арасындағы арақашықтығының квадратына Пропорционал шаманы сереге әрекет ететін күштердің дейді. Массалардың көбейтіндісіне тура пропорционал. Арақашықтығының квадратына кері пропорционал болатын шаманы не дейді екенбіз? Бүкіл әлемдік тартылыс саны деп атайды екенбіз. Бүкіл әлемге өзінің иелігін жүргізетін күшті бүкіл әлемдік тартылыс күші деп атайды екенбіз. Ал одан кейінгі яшымыз қалды ма? Импульс дегеніміз не екен? Импульс дегеніміз латын тілінен алғанда соққы деген мағынаны білдіреді. Импульс дене және күш болып бөлінеді. Дене импульсі дегеніміз жылдамдық және массаның көбейтіндісіне тең. Ал күш импульсі дегеніміз уақыт пен күштің көбейтіндісіне тең шаманы айтамыз. Жарайсың, дұрыс па екен жауабы? Дұрыс. Ал енді Бағдарбенге беремін. Одан кейін қандай екен? Радиолокация. Ал, енді айтамын. Радиолокация дегеніміз радиотолқындардың көмегімен дененің қай жерде екенін анықтап алғысы, үлкен арақашықтықтағы толқындарды біле отырып, сол дененің қай жерде екенін онымен байланыса алады. Мысалы айтатын болсақ, әуежай мен ұшақтың екі арасындағы байланысты айтсақ болады. Өте күшті дыбыстар арқылы дененің қай жерде орналасқанын анықтауға болады екен, бұны. Ал енді жарайды. Ернұрға. Ал метод бірінші сағына? Метод бірінші сағына дегеніміз бірінші дененің екіншісіне әрекет етсе, ол өз қалпын сақтайды. Соның методын бірінші сағына дегеніміз. Оның формуласы бар ма екен? Оны қандай зат деп атаймыз? Қандай? Инерциялық зат деп атаймыз. Ал енді ары қарай екінші неге өтейік? Бұны апай ал Нұрасын айтамын. Серіппелі маятник дегеніміз серіппелі ілініп тұрған ауыр шарты серіппелі маятник дейміз. Оның формуласы Т тең 2π түбірасты М бөлінген Q. Дұрыс, мақұл. Жарайды. Бәсекен серіппелі маятник мына жердегі Нұрасы серіппелі маятнигімізді көрсете қойшы. Өткенде сабақта қолданған серіппелі маятниктеріміз. Ал қарғадайға әдіске өтейік енді. Бұл не екен? Серіппелі маятник. Бұл серіппеге ілінген ауыр шарт. Дұрыс. Жарайсыңдар балдар. Ал келесі. Енді бұл жерде балдар сәйкестендіру. Мына жерде тақтада көп формулалар тұр өткен тақырыптарымызға. Содан атын формуласын сәйкестендіреміз екен. Ал мен аша ойыңыз барабанша. Барабан әдісі арқылы сұрақта берілген, осыны кім математикалық маятниктің циклдық жиілігі дейді. Кім айтады? Әсет ал. Мына жерден атын формуласын тауып сәйкестендіреміз. Міне бізде қарап отырғанымыз циклдық жиілікті серпілген маятнигі. Бұның формуласы бізде В тең бізде К-ға қатынасты айтамыз. Дұрыс па екен? Балдар, дұрыс па жауабы? Математика. Ал мына бір шетке жақсы Әсет, мына араластырып жүр. Мына формуланы бір шетке қояйық та. Сәйкестендіргендерді дұрыс па екен? Иә. Ал одан
Одан кейінгі айландыра қоямыз. Одан кейін толқын жылдамдығы екен. Және кім айтады толқын жылдамдығын? Ал сәлем. Толқын жылдамдығы қайсысы екен? Жаңа? Әсес саған. Толқынның жылдамдығы. Жылдамдықты қандай әрпен белгілейді екенбіз? В әрпен белгілейді екенбіз. Тағы? Дұрыс. Сәйкестендіру балдар. Енді бұл өткен тақырыптың формулаларын таба аламыз ба, таба алмаймыз ба, есте қалды ма, қалмады ма? Дұрыс екен жауабы? Дұрыс па? Ал. Отыра ғой, дұрыс. Одан кейінгі толқын жылдамдығы. Толқын ұзындығын ала берейікші. Толқын ұзындығы ал. Толқын ұзындығы. Толқын ұзындығы қандай әрпен белгілейді екенбіз балдар? Лямбда еді. Бақдәулет, сен шықпа жаңғырып шықты. Кәні толқын ұзындығы, иә. Дұрыс па? Ердоғын тауып атқаны? Дұрыс. Дұрыс па екен? Кәні дұрыс. Толқынның ұзындығын лямбдамен белгілейміз. Ол периодқа, жиілікке, жылдамдыққа байланысты формулалар бар екен. Жарайсың. Ернұр. Ары қарай, Фариза апай. Математикалық маятниктің меншікті жиілігі дейді. Кәні басқа? Ал, көркем. Кәні реттен қойынғашы, көркем реттен оның астына жанына қойындар. Тақпа формулалары, бе? Меншікті жиіліктің формуласы. Серппен маятниктің ба? Дұрыс. Дұрыс па екен? Ал, көркем үні. Ал, саған. Одан кейін ары қарай, Фариза апай. Математикалық маятниктің тербеліс периоды дейді. Тербеліс периоды. Математикалық маятник дегеніміз не? Ал айта ғой жаңағы. Ал мен сен көтеріп айта ғой. Қаттырақ даусын шығар. Бұл жерде Математикалық маятниктің өзі бермеген формуласы. ашылып жатыр ма? Ашылса онда мына тақтадан қоймаймыз, иә? Тақтада әрқайсының тақырыптарына сурет жинаңдар.
Қазір тоқтарда болмасын. Жоғары, ана, первый раз екінші топта стол деген болған жарқын топ болмасын. Сонымен бәріміз бірге тыңдайық. Ана топ болғаннан кейін бардақтан алып, олар да тыңдасын, жаңағы. Қай болды ба? Жаңағы болған. Бесінтіміз өтті, олар тоққан болады. Ал болды ба? Болған топтар отырады бізде. Бәріміз бірге тыңдайық, мақұл? Жаңағы. Отырады. Үшінші жаңғырық тобы қорғайтын болды, ал шығармай мені. Ал бастайды. Бірінші бізде акустикалық резонансты түсіндіру үшін резонанстың не екенін есімізге түсіре кетейік. Резонанс деген сенің меншікті жылдамдығы оған әсер етуші күштің жиілігі бір-біріне қарай сәйкес келген кезінде оның қимылының амплитудасының артуы болып есептеледі. Мысалы айтатын болсақ, біз қимыл жіберіп, ол қатты қимылдататын болсақ, яғни жүктегі жиіліктері бір-біріне сәйкес келмеген жағдайда бізде резонанс тура болмайды. Ал егер біз оны жіберіп, осының жиілігіне қарай өзіміздің жиілігімізді сәйкестендіретін болсақ, резонанс пайда болады. Дыбыспен жүктер дәл солай болып есептеледі. Біздің дыбысқа қарай есептейтін болсақ, камертонға қарай бір мысал келтіре кетейік. Камертонға қарай дыбыстың әр дыбыстың өзінің жиілігі болады, тембрі болады. Әр тембрі болады. Яғни бізде дыбыс шығарған кезде ол дыбыс бірінші біздің ішімізден шығады. Адамдардың өзінде де осындай резонансылар болады. Мысалы айтатын болсақ, жануарлардың ол бұтақтарындағы желбезектерін айтуға болады, құстардың қанаттарын айтуға болады. Адамдар дыбыс дереу ауыздан шықпайды, ол өкпедегі деген дыбыстың өзі осы резонанттық осьтер, яғни осы резонанс арқылы біз даусымызды өзіміздің қатқырақ шығаруға әсер етеді. Мысалға қарай қараңыздар. Жалпысақ, мына дыбыс шығып тұр, көрдіңіздер ма? Сіздерге жақынырақ көрсін. Осыны бізде резонаторлар деп айтуға болады. Сонымен қатар бізде аспаптарда, дыбыс шығаратын аспаптар, домбыра, скрипка деген секілді аспаптарға қарай көз салатын болсақ, бізде әр аспаптың басына көтеріңіз. Домбыраның басына. Бізде домбыраға қарай көз салатын болсақ, домбыраның ішегі болады, және де тесікшесі болады. Бізде акустическая дырка деп атады, осының музыкалық тесігін айтады. Сол тесікке қарай көз
тоспар айтқан болсақ, не үшін ол бар деген сұраққа келеді. Бұл тесікті біз адаммен бірге алатын болсақ, ол біздің тыныс алатын ағзамызға қарай келеді. Егер ол тесік болмаса, екі жіпті ағашқа қарай іліп қоятын болсақ, ешқандай дыбыс шықпайды. Сол себепті біз ол тесікке қарай мынандай сипаттама бере аламыз. Бізге қарай дыбысты жіберген кезінде жіптерден шыққан дыбыс бірінші сол ішіндегі тесікті бүкіл денені айналып, ағаштың бетінен айналып шығып келе жатқан кезінде өзінің жиілігімен бірге біздегі сырттағы жіптің тартылып жатқан жиілігі бір-біріне қарай сәйкес келіп бізде амплитуда, яғни дыбыс шыға бастайды, амплитудасы артады. Сол себептен бізде осыны акустикалық резонанс деп атайды. Осы акустикалық резонансқа тағы да айта кететін болсақ, біз тек қана осындай аспаптар ғана емес, жануарлардың демалуын айта кеттік. Сонымен қатар бізде мынау камертонды қолдандық, және де резонанстың өзін ескеріп түсірдік. Мен сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сіздер акустикалық резонансты алдыңыз, дыбыс қорғасы. Екінші дыбыс болмайды. Бірге сен аналар тақтаға қайсың. Азына соның үстіне жақсы өткен аласың. Апайға бересің қазір. Апайға бересің. Дышталабыз жаңғыртқан бар. Сағыныш. Дыбыс деген болса өсімшілер қабылдайтын серпімді қатарлашы механикалық толқын. Яғни адам жиілігі 16-20 мың герцке дейінгі сигналдарды ести алады. Жалпы біз дыбыс көзімен қаншалықты алып тұрсақ, яғни тербеліс қозғалысының тасымалдайтын энергия құлақтың жағаларына соншалықты аз жетеді. Тағы алғазына. Жалпы осы дыбысқа тағы да бір мысал келтіретін болсақ, біздің жалпы естіп жатқан дәл қазір сөйлеп жатқан барлығы да бізде осы дыбыс болып саналады, және де олардың өзіне де мөлшер бірліктер де болады. Жалпы дыбыс мысалы үшін бізде негізінде олар герц ретінде есептелінеді. Жалпы біздің қазіргі герцке өлшенеді, және де біздің қазіргі сөйлеп жатқанымыз шамамен 20 герцті құрайды. Ал жалпы адам осы 20 герцпен 16 герцпен 20 мың герцтің аралығына дейінгі дыбыстарды ести алады. Және де бұдан да жоғарғы өлшемдегі дыбыстар да болады, алайда ондай жағдайда бізге адамдарға құлаққа әсіресе зиян келтіреді. Және де айта өтетін болсақ, бізде герцтен бөлек бізде децибел, мультидецибелдер көптеген өлшем бірліктер бар. Және де бұл өлшем бірліктер бізде осы акустика ғылымын одан әрі зерттеп, осындай өлшем бірліктерді қалыптастырған ғалымдардың атына берілген болатын. Мысалға айтатын болсақ, децибел. Бізде осы децибелде жалпы Бел деген немістің ғалымымен бізде соның аты берілген болатын. Және де бізде мысалға келтіретін болсақ, ұшақтың ұшуы немесе атомдық, яғни ядролық атомдық бомбалардың жарылуы бізде 100 мың герцті құрайды, 100 мың децибелге дейін құрайды. Және де бізде олар біздің құлағымызға зиян, яғни құлақтың пердесі жарылып кетуі мүмкін. Және де айта кететін болсақ, бізде осы дыбысқа қарай бізде көптеген мағыналар бар. Жалпы айтатын болсақ, бізде көптеген жан-жануарлар және де теңіз астындағы көптеген медузалар деген секілді. Және де олардың барлығының да дауыстары, олардың шығаратын дыбыстар бізде осы инфрадыбыстарды құрайды. Ультрадыбыстарға келетін болсақ, ультрадыбыстар бізде олар 20 мың герцтен ары қарайғы жоғарғы сондай өлшемдегі дыбыстар болады. Және де олар бізге әсіресе өкпе, бауыр деген секілді және де құлақтың өзіне де зиян келтіреді, және де құлақта шуылға да болады. Және де жалпы айта өтетін болсақ, Дыбыс дегеніміз не екен сонымен? Дыбыс дегеніміз кез келген ортада сұйықтық немесе олар көбінесе сұйық пен газ орталарда жақсырақ таралады. Және де бізде дыбыстың таралуы сондай оның температурасына да байланысты болады. Суда бізде көбінесе 0 градуста және суда градусы бізде көбірек жақсырақ таралатын болады. Және де осы дыбысқа жалпы мысал келтіретін болса, дыбыс ол бізге ақпарат алмасудың құралы. Және де біз дыбысты құлағымыз арқылы қабылдайтындықтан біз дыбысты дұрыс қайтарып, яғни соны дұрыс өлшемде ұстауымыз керек. Әр құнды сендердің әрқайсың айтқан нелерің. Ал қазір қолтыққа толықтырамыз ба? Дыбысты
Дыбыс дегеніміз сонымен не екен? Рабиға айтып кетші, дыбыс дегеніміз мүшелері қабылдайтын қабылдайды және де ол серпінді ортада таралатын механикалық толқындар екен, иә? Дұрыс отыра қойыңдар ал. Түсіндік па дыбыс дегеніміз не екен балдар? Жалпы біздің топқа берілген ол бізге жаңбыр болатын, енді жаңбырға туралы білетін болсақ, белгілі бір үлкен ғимараттың ішінде немесе одан бөлек үлкен спорт залының ішінде немесе театрдың сахнасында тұрып, біз қатты айқайлайтын болсақ, белгілі бір дыбыстардың біздің айтқанымызды әдейілеп айтып тұрған бір дыбыстарды естиміз. Яғни бұл дыбыстар біздің айтқанымызды әдейілеп айтып тұрған жоқ, керісінше, яғни бұл нәрсе бізден шыққан дыбыстардың белгілі бір денеге барып, шағылысып, оның қайтадан бізге кері қайтарылған дыбыстарды біз осы жаңғырық деп атаймыз. Жалпы жаңғырықтың не екеніне тоқталып өтетін болсақ, жаңғырық дегеніміз біздің белгілі бір денеден шыққан дыбыстарды белгілі бір денеге барып шағылысып, одан кейінгі қайтып бізге қайтадан келген шағылысып дыбыстардың шағылысып келуін біз жаңғырық деп атаймыз. Жалпы жаңғырықтардың қалай пайда болатынына тоқталып өтетін болсақ, мынау бізде дыбыс шығарғыш берілген. Осы дыбыс шығарғыштар бізден осы қызыл түсті толқындар шығарылды, яғни осы қызыл түсті дыбыстар шығарылып барып, белгілі бір денеге барып шағылысып, одан кейін осы жасыл түсті толқындар арқылы бізде қайтадан кері қайтарылды. Яғни бұл бізде осы жасыл түсті біздегі осы толқындар бізде жаңғырық болып табылады. Енді осы біздегі жаңғырық, яғни белгілі бір денеге барып шағылысып, одан кейін қайтадан оралған дыбысты біз жаңғырық деп атаймыз. Одан бөлек біздің дыбыстың шағылысына негізделген акустикалық құралдардың көмегімен біз теңіз түбінде орналасқан заттардың пішінін табуға болады. Одан бөлек жіберілген немесе шығарылған дыбыстардың уақыт аралығын тауып, өлшеп, одан бөлек біз оларды есептеп шығаруымызға болады. Тіпті осы судағы дыбыс жылдамдығын біле отырып, арақашықтығын есептеуге болады. Жалпы көбінесе бұл нәрсені бізде жарғанаттар қолданады. Яғни көзі соқыр жарғанаттар бізде өздерінің үңгірлерге кіріп, белгілі бір ультра дыбыстар шығарады. Ол ультра дыбыстар арқылы өздері жәндіктерін немесе одан бөлек өздеріне керек заттарға барып шағылысып, сол кездегі шағылысып шыққан дыбыстары арқылы сол нәрселерді тауып, өздеріне қорек ете алады. Сондықтан да бізде жарғанаттар өздері үңгірлерде емін-еркін өмір сүреді, және де өздеріне керекті қоректі жасын табады десек те болады. Және де жаңғырыққа келетін болсақ, мысалы мына кабинетте бізде көптеген заттар бар, яғни олар біздің қазіргі даусымыздың жаңғырмай естілуі, содан деп есептейміз. Себебі бізден шыққан дауысты олар белгілі бір деңгейге жетпей, сол яғни алады. Және де содан бізде мысалы мына жерде айтатын болсақ, бір кеңістікте, яғни осы бос бөлмеде егер біз бір өзіміз қалып, және де будильник қойып болсақ, және де өзіміздің даусымыз арқылы ол жерден өзіміздің даусымыз қайтадан естуге болады, не айтқанымызды. Және де бұл жерде егер де келетін болсақ, мына суретке келетін болсақ, бізде сол дауыстың бізге шағылысып қайтадан сол адамға естілуге болады. Одан бөлек біздің адам баласының құлағы тек 0,6 секунд болатын жаңғырықты ғана ести алады. Бізден шыққан дыбыстар егер де қайтадан оралған дыбыстар келетін болса, сол нәрсені біз жаңғырық деп атаймыз. Отыра ойында жарайсыңдар. Жанерге, одан кейін Сабинаға да бал беріп қояйын. Ақмелге. Дұрыс жарайсыңдар. Сөйлеуіміздің өзі бір резонанстың арқасында деп айтуға болады. Мысалға айтатын болсақ, біз демалып кезімізде дұрыс шығармаймыз. Мысалға айтатын болсақ, сержант кезімізде сөйлей алмаймыз, яғни бүшекте біздің резонансымыз екі уақыттарда яғни дыбыс шығаруымыз келген жаққа қарай, ал демалымыз төменге қарап түскенде дыбыс шығарып болғаннан кейін де дыбыс шығара алмай, демалып болғаннан кейін де дыбыс шығара алмай, өкпемізді босатайық, дыбыс шығарамаймыз, мысалы айтатын болсақ. Ал дыбысты жинап, одан кейін шығара бастаған кезде біз дыбысты жақсы шығара аламыз. Яғни ауаны жинап, одан кейін дыбыс шығара бастаған кезде айтатын болсақ, деген секілді. Яғни бүшекте біздің резонансымызды біріне қарай сәйкес келеді, резонанстар амплитудамыз жоғарылаған сол кезінде бізде арқасында бізде дыбыс шыға бастайды. Дұрыс жарайсың, Амина. Жарайсың, өте керемет. Амина. Ал балдар, бүгінгі енді жаңағы
жатыр. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыс дегеніміз не екен, жаңғырық дегеніміз не екен, акустикалық резонанс. Балдар, сендер тақырыпты жазайық, бүгінгі күнді жазайық, дәптерді ашайық балдар. Сонымен біз балдар, дыбыс дегеніміз не екен, жаңа естідік, дыбыс дегеніміз балдар, адамның есту мүшесі қабылдайтын, серпінді ортада таралатын механикалық толқындарды айтады екенбіз, Міне, дыбыстың инфрадыбыс дегені болады екен, ультрадыбыс болады екен. Инфрадыбыс дегеніміз төменгі дыбыстар екен, ультрадыбыс дегеніміз өте жоғары энергиялы және 20 мың герцтен жоғары болатын дыбыстарды айтады екенбіз. Міне дыбыстың сипаттамалары. Енді дыбыс осы ультрадыбыс арқылы тақырып жаза бергенде балдар, мен қысқаша тоқталып кетейін. Ультрадыбыстар арқылы жаңа айтып жатыр балдар. Ультрадыбыстар арқылы өте ұзақтағы денелердің орнын анықтауға болады екен. Мысалы үшін, теңіздің астына жүрген сүңгуір қайықтар келеді. Мұхиттың астына, теңіздің астына сүңгуір қайықтар болатын болса, сол қайықтар қай жерде кетіп жатқанын, міне осы уақыттың өте жоғарылығына байланысты, міне эхолокация деген болады екен. Осы эхолокация арқылы жаңағы сүңгуір кемелердің, одан кейін өте ұзақты кетіп жатқан ұшақтардың, зымырандардың қай жерде кетіп жатқанын, жағдайларын біліп хабарласып отырады екен, Міне, осындай ультрадыбыстар, эхолокациялар арқылы осылармен хабарласып отырады екен. Жаңғырық дегеніміз жаңа және өте түсінікті айтып кетті. Жаңғырық дегеніміз кез келген кедергіге барып, шағылысып, қайтадан өзіміздің құлағымызға келетін, өзіміздің дауысымыздың дыбысы не деп атайды екенбіз? Жаңғырық деп атайды екенбіз, Жаңғырық мысалы үшін жаңа оның жаңғырықтың қауіпті де жағдайлар болады екен. Мысалы үшін тауға серуенге шыққан кезде қатты айғайлайтын болсаңдар, ол тауға соқтықсатта біздің даусымыз жаңғырады екен. Жаңғырық ол жерде тастар, тас көшкіні сондай болып кетуі мүмкін. Тауға барғанда қатты айғайлауға болмайды. Әсіресе қардың күні барған кезде, қар басып жатқан кезде баратын болсақ, не істейді? Қар көшкіні болып кету қаупі бар екен, Міне осындай сақтық ережесін сақтауымыз керек екен. Жаңа акустикалық резонанс дегеніміз әмена өте керемет түсіндіріп кетті. Акустикалық резонанс дегеніміз денелердің тербеліс жиілігімен дыбыстың толқындарының жиілігі сәйкес келген кездегі дененің тербелісінің амплитудасын ауытқуын айтады екенбіз, Оны музыкалық аспаптарды дауыстарын күшейту үшін, дауысқа дыбыстарын келтіру үшін осы акустикалық резонанстарды пайдаланады екен. Акустикалық резонансқа мына камертонды пайдаланады екен. Одан кейін дыбыстың өзінің тоны болады екен, Міне дыбыстың өзінің жаңа айтып жатыр, инфрадыбыс, ультрадыбыс деген өте төмен, өте жоғары дыбыстар болады екен. Ал енді балдар тақырыпты жаздық па? Тақырыпты жаздық, осының ережелері бар, ережелерін жазып аламыз. Енді балдар, өткен тақырыптарымызға байланысты біз есептерді, тақтаға есептерге шығайық. Кім жылдан әдіс арқылы өткен тақырыптарға жеке-жеке жұмыс беремін, балдар, оған да бал шкаласын қойып отырамын. Мен әр топтамында есептер дайындалып келдім. Өткен тақырыптарға математикалық маятник те бар, Томсонның формуласы да бар, мына ішіне. Жеке жұмыс балдар, мына деңгейлік жұмыс. Әр өздерінің деңгейлеріне қарай, міне балдар. Тақат берейін.
есепті дәптерге шартын шығара берейік. Есепті шартын құрыңдар, балдар. Айым. Есепті шартын құрыңдар. Ал бірінші есебін оқи қой. Рабиға, дәптерді ашаға. Сен жермелепсің? Тақтада есепте жазып отырамыз. Амплитудасы 380 бар. Конденсаторлар синтезға 20 микрофарад. Индуктивтілік шарғысының магнитностының максимал энергиясын Ал, есепті шартын құра қой. Ал, одан кейінгі топтан кім шығады екен балдар? Асқар, Ахметжан есепке шықпаймыз ба? Ал, кім шығады? Тақтан екіге бөлейік, е? Екіге бөлейік та? Ал, сағын шығады. Ал, тақта есеп шығады, сымай болады. Есепті шартын. Жеріне 380 болып берді. 380 болып есепті шартын құрыңдар. Не ол? Толқынның ұзындығын тап дейді. Толқынның ұзындығы деген лямбада мен береді. Қазір шартын құрайық. Есепті шартын құра берейік. Тақтамен. Одан кейін тақтадағы есепте жазып аламыз. Толқынның ұзындығы. Ұзындықтың жылдамдығы дейді. Жылдамдықта Ал, есепті құрастырайық. Екінші есеп, сағыныш шартын оқып басып. Тең болғанда жиілігі 20 Гц тербеліс. Ал үшін тербелмелі контурлар қосылатын конденсатордың сигналы қандай болады? Достар, айландырғаны қымшыға сал. Формуламыз дұрыс деген энергияның формуласы. Рабиғаның да тақтаға симайрал бірақ есептен өтіп бөлек жазуымыз керек еді. Шешуі, есептенуі деп. Ал сағынышты бірше. Сағыныштың шарты дұрыс деген. Формуламыз дұрыс па? Дұрыс. Жиілікті басын қайырамыз дұрыс. Бәрі қанша шықты? Есептері дұрыс деген. Есеп отырамыз. Рабиға дұрыс. Есептің формуласы, қыбыжық айландырғанызда, сізге орын болмай қалды. Одан кейін есептердің шығармалар. Үшінші есепке сенен шықпады топтар, мен мына топтар шақырайын. Формула бұстыңыз. Жамболат. Ал, үшінші есепке үшінші топтар кім шығады? Ақмені шықты ма? Екінші топтан ше? Рабиға шықты. Яқта Рабиға шықты қойды, е? Бола бір түйесің. Формуланы дұрыс емес, формуланы қордың емес, басқа формуланы саласың. Ақмерей, сен үшінші есепке шықтыңдар. Алдына есеп жасалайық, балдар. Өздеріңмен қосып шартын құрып қояды болсаңдар, ары қарай шығарамыз. Мына есепті тақтадағы есеп жасалайық. Әмина, Балбан, жазамыз есептер. Болды, еді. Келесі сабақта шығарамыз, Әмина есептер, жарай ма? Қалған шарттардың бәрін құрып қойдыңдар, малдарға берілген. Бір-бірінен қарайып, уақытымыз тығыз балдар, жарай ма? Әртауда бір-бір оқыштан шықтық. Есептерді жазып алайық, тез-тез. Рабиға, өздерің жаза алыңыз. Жазайық. Бағдарбек, есеп жазып алыңыз. Кәні, дұрыс па? Ақмерейдің бірінші период тауып алдық па? Период тауып аламыз, одан кейін массаны қорытамыз, сөйтіп барып. Мына жерде периодта болады. Мына жерде мынау пидің квадраты неға жазылады. Мына период деген бізге болады, тауып алып қойды. Соны қойдың ба? 3-тің квадраты. Қанша болады? 9 болмай ма? Кән мен жаңа бағалап жіберейін.
1 килограмм болады екен, иә? Генри жоуль болады екен. Енді мерейдің несі дұрыс па екен есептелуі? Жақсы. Ақмерейге жақсы формулалардың қорытындысы енді ары қарай есептелінеді. Сағыныш. Дұрыс есеп шығарғаныңа формулалардың дұрыс енді есептелуін жазып алайық балдар. Дұрыстап есептейік. Сағыныштікі дұрыс па екен? Ары қарай мен есептемеді балдар. Дұрыс шықты ма? Есептелуі. Ал жазып алайық дейін мен уақыт беремін. Ернұр есеп жазып алайық. Бүгінгі тақырыбымызды жаздық па? Квадраттамадымын, сондай қателігін тауып отырыңдар. Қай жерде? 3,1 квадраттамадымын. Тақырыбын есептейді. Дұрыс айтты. Менде асық тұр. Байқамағанда жер квадрат болып береді. Квадраттар одан кейін барып көбейтеміз. Міне сонда мынау біздің есептеуіміз дұрыс болады, иә? Мына Ақмерейдің міндет есеп көріңдер әлде. Период уақытта нге бөлгенде 3 квадрат 9. Мына қарай дұрыс па? Дұрыс па? Массамызда 4,9,8 жағыр есептеуін есептейміз енді өздеріміз. Есеп жазып алайық. Ал балдар бұл өткен тақырыптың есептері, білеміз, иә? Математикалық маятниктікі, мынау энергияны табуды, одан кейін Томсонның формуласының есептері еді. Енді ары қарай балдар сергіту сәтті есеп жазып алдық па? Есепті аяқтай алайық, 3 есепті жазып алайық, қадірлен. Бірақ есеп жазалайық, бұрасы тез жазып алайық. Қазір енді кішкене сергіту сәтті балдар. Одан кейін ары қарай. Ал 11-ші В сынып оқушысы, өзімнің сыныбым оқушысы сергіту сәтіне домбырада сәт күйін. Енді балдар уақыт қазірлендірісін саралауда лабораториялық жұмыстарымыз бар еді, уақыттың тығыздығына байланысты сабақты қорытындылап жіберейін. Балдар бүгінгі тақырыпты түсіндік па? Дыбыс дегеніміз не, жаңғырық дегеніміз не, акустикалық резонанс дегеніміз түсіндік па балдар? Түсіндік па бақтабілет? Енді үйге осы дыбыс, жаңғырық, акустикалық резонанс, дыбыстың сипаттамалары деген тақырыпты оқимыз. Соның ережелерін бәрін жазамыз балдар. Өткен тақырыптың бәрін қайталаймыз үйге тапсырма. Енді балдар кері байланысқа мынау алдарына банкомат қойдық. Анау өздеріне стикерде бүгінгі
сабақта не алдыңдар, сабағымыз қызықты болды ма, түсініксіз болды ма, міне осы туралы өздерінің пікірлерін жазып, мен мынандай карточка бердім, банкоматтың, соны арқылы салуға болады екен. Рахмет сіздерге. Рахмет балдар. Стикерді жақсылайды.